Ұлттық сөз өнерінің азаматтық белгісін биік белеске көтерген Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров ғұмырлары қысқа, тағдырлары ауыр болғанмен шығармашылық ғибраты да мәнді болды. Биыл үш бәйтерегіміздің туғанына 130 жыл толып отыр. Осы орайда Сарқан аудандық кітапханасы «Үш арыс, үш ғұмыр» атты кітап көрмесін көпшілік оқырманға ұсынады. Менің мақсаты өткен ғасырлардағы аумалы төкпелі заманда ел үшін ерінбей еңбек етіп, артына мол рухани қазына қалдырған көрнекті рухани тұлғаларды жас ұрпаққа насихаттау, оқырман қауымды қазақ әдебиетіне жақындата түсу. Ұлттық әдебиеттің қалыптасуы мен дамуына өлшеусіз үлес қосқан үш бәйтерек Сәкен, Ілияс, Бейімбет өздерінің жазған туындыларымен адамдардың жаңа заманға сай сауатты болуына, ой өрісінің өсуіне зор ықпал етті. 1934-1938 жылдар аралығында қатар өмір сүрген халқының асыл перзенттері еліміздің өндіріс орындары мен еңбек адамдарының игі істерін шығармаларына арқау етті. Оның азаттығын аңсаған қазақ зиялылары кеңес үкіметі тұсында алашордашыл, ұлтшылдар атанып, 20 ғасырдың 30 жылдардың ойранда қуғын-сүргінге ұшырап, жазықсыз жазаланды. Бұл басылым қазақ әдебиетінің үш арысы Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиннің шығармаларына жазылған суретшілердің шығармалары жинақталған. Кітап көркем суретті Қазақстан тарихының 3-ші томы. Бұл томда осы репрессияға құрбандары туралы қысқаша баяндалып өтеді. 100 тұңғыш. Бұл жинаққа қазақ тарихында іздері қалған қазақтың тұңғыш ұл қыздарының туралы шығармалар жинақталған. Бұл жерде Ілияс Жансүгіров пен Сәкен Сейфуллин туралы мәліметтер көруге болады. Қазақ тарихының ұлы тұлғалары атты екінші кітабында қазақ халқының 19-20, 21 ғасырларда өмір сүрген халықтан шыққан ақын жазушылар, суретшілер, әдебиетшілер, жыршылардың өмірлері туралы ақпараттар беріліп келеді. Бұл жерден біз Ілияс Жансүгіров пен Сәкен Сейфуллин туралы мәліметтер аламыз. Бұл кітаптан Ілияс Жансүгіров пен Сәкен Сейфуллиннің да қанатты сөздерін табуға болады. Бұл бөлімде Сәкен Сейфуллиннің әр жылдар жазған әңгімелер мен публицистикалары, қазақ әдебиетінің тарихына талдау жасайтын қазақ әдебиеті атты шығармасы, сондай-ақ тұңғыш роман эссесі Тар жол тайғақ кешуді де осы көрмеден көріп оқи аласыздар. Көрменің екінші бөлімі құлагер ақын деп аталады. Ол Ілияс Жансүгіровке арналған. Ілияс Жансүгіровтің дала кітабы. Бұл жерде Ілияс Жансүгіров негізінен 4 поэма жазған, соның бірі дала поэмасы. Осы кітапта Ілияс Жансүгіровтің поэмалары кіргізілген. Көркем сөздің хас шебері Ілияс Жансүгіровтің көп томдық шығармаларымен бірге рухани жаңғыру жобасы аясында шыққан кітаптары да ұсынылып отыр. Қазақ журналистикасының жанпозаты Қажет Андас пен Мақпал Андастың кітабында Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық туралы кездеседі. Көрменің Бейімбет Майлинға арналған бөлімінде классик жазушымыздың өмірі мен шығармашылығына арналған көп томдық шығармалары жинақталған. Сонымен қатар оның шоқтығы бек шығармасы Шұғаның белгісі де осы көрмеден көріп таныса аласыздар. Қазақ халқы үш бәйтерек деп атап кеткен Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин қазақ әдебиетіне айтулы ақын, қарымды қаламгер, дарынды драматург ретінде үлкен үлес қосты. Олардың қаламынан Қазақстанның дархан даласы, адамдардың сана сезімі, өмірге деген құштарлығы, болашаққа деген сенімдерін кеңінен көруге болады. Үш арыс ұлттық сөз өнерінің азаматтық бейне, беделмен де, қайраткерлігімен де, қаламгерлігімен де биік белеске көтерді. Ұлт руханиятын даңқты туындыларменен, тақырып байлығымен, жанрлық қырларменен көркем әдебиет әлеміне байытты. Құрметті оқырман, сіздерді Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиннің шығармаларымен танысуға кітапханамызға шақырамын. Келіңіздер, көріңіздер, оқыңыздар.